Барлықтарыңызға қайырлы күн, берекелі асхана арнасына қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бөлісетін рецептім, көріп тұрғандарыңыздай вареный пирог, яғни вареный сгущенка қосылған өте дәмді әрі тестасы күшті болып шығатын рецептпен бөлісемін. Ең алдымен ұнға сахарный пудраны немесе сахарды саламыз, және де үстіне қопсытқышымызды саламыз. Сосын қатты сары майымызды салып аламыз, қолымызбен жақсылап қамыр илеп аламыз. Екі қолымызды пайдаланып қамыр илейміз. Осындай болып шыққаннан кейін жұмыртқамыздың екі сарыуызын салып аламыз, және де бір ақуызды алып қоюымыз қажет. Алдағы уақытта ол керек болады. Және де тестамыз осындай болып дайын болған кезде бетін жауып 1 сағатқа немесе жарты сағат көлемінде алып қоямыз. Енді салмамызға, яғни вареный сгущенкаға жаңағы алып қойған ақуызымызды салып араластырып дайындап қоямыз. Дептің вареный сгущенкасын қолдансаңыздар да болады, немесе ол тапшы болғандықтан супермаркеттен 8-5% вареный сгущенканы қолдансаңыздар да болады. Содан кейін қамырын осылай жайып, тест формамызға саламыз, немесе формаға бірден салып жаюға да болады. Видео ұнаса, еңбегімді бағалап, арнама тіркеліп, лайк басып қоюды ұмытпаңыздар. Үстінен салып, тегістеп жібереміз қасықпен. Ақуыз бізге піскен кезде сгущенканың жайылып кетпеу үшін керек. Және де біз кішкене қалған қамырдан үстіне сетка жасап жібереміз. Осылай жұқалап жайып, пышақпен кесіп, сеткалап істеп аласыздар бетіне. Және де пісіп шығады, одан кейін бетіне сахарный пудрамен өздеріңіз әрлеп қойсаңыздар болады. Қажетті ингредиенттерді мен описание бөліміне қалдырамын, және қанша градуста, қанша уақыт пісіру керектігінде қалдыратын боламын. Өте дәмді болады. Тестасы осындай болады, көріп тұрғандарыңыздай жеген кезде ауызда еритін керемет пирог болады.